Әзизенің анасын ұстап отырған адамдар бізге қару-жарақты берсеңдер, баланы жібереміз деп айтқан еді. Девран келіскендей қару-жарақты тексереді, бірақ Баде барлығын тексерген кезде қару-жарақтың жай ойыншықтар екенін біледі. Девран бізді алдады, ойыншық қару-жарақ жіберіпті дейді. Бұның барлығын ұйымдастырып отырған Бафа еді. Бұл қайдағы Әзизенің анасына бола мен ешқандай мал-мүлкімнен айырылғым келмейді деп осылай жасады. Әзизе мен Джемоның еш нәрседен хабары жоқ еді. Олар анамызды құтқардық деп, енді қауыштық деп қуанып жатыр. Бірақ аналары балаларын танымайды. Бала тек Әзизе деп айтады. Әзизе анашым бәрі бітті, біз қауыштық деп оған айтып жатады. Сол кезде Баде хабарласады. Олар бізді алдады, келісім шарт бұзылды дейді. Әйелді алып кетіңдер дейді. Ал басқалар не істейміз деген кезде қызды өлтіріңдер дейді. Джемо мен Месутты ұстап алады, бастарынан ұрып естерінен тандырып тастайды. Баланы көлікке мінгізіп алып кетеді, ал Әзизені өлтірмекші болады. Әзизе өлімге дайындалып көзін жұмып отырады. Сол уақытта Явуз келеді, барлығын өлтіріп тастайды, Әзизені құтқарып қалады. Явуз Әзизенің жанына келеді. Мен саған сөз беремін, анаңды құтқарамын деп Әзизеге қолын созады. Явуз Әзизені бір өлімнен құтқарып қалды және анаңды тауып қайтарамын дейді. Сондықтан Әзизе Явуздың қолын алады.